Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен Перизат. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, мына қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ал мен керемет етіп, жұмсақ болып шығатын, үйдегі бар жағдаймен жасалынатын медоуби торт жасадым. Тұтқан оразамыз қабыл болсын. Мен ертең ауызашар береміз. Осыған бүгін жасап қойдым. Түнделетіп. Өте керемет жұмсақ болып тұрады. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Менің видеомды соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер болады. Алда өте керемет тағамдар рецептілермен бөлісетін боламын. Ал таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, сұйық майымызды құйып, шекерімізді салып, араластырып, қопшытқышымызды салып, араластырып аламыз. Барлық құрамын описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Оңай, тез әрі керемет дәмі ерекше болып жасалынатын медоуби тортымыз. Барлығы сүйіп жейтін медоуби тортымыз. Үй жағдайында керемет болып шығады. Осылай міндетті түрде електен онымызды өткізіп алып саламыз. Ал пирогтай несінде қою болған кезінде 15 минут немесе 20 минутке холодильникке салып қойдым. Қамырымды демалдырып, ал енді мен 2 немесе 3 қасықтан сала отырамын. Осы кезде мен пешімді қыздырып қойдым. Осылай лопатканың көмегімен немесе шпатиктің көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мен үшін маңызды. Менің каналымның дамуына үлес қосқандарыңызға үлкен рахмет барлықтарыңызға. Ал осылай текст етіп барлығын жайып шығамыз. Ал екіншісін де көрсетейін. Осылай 2 қасықтан сала отырып, бұны да жақсылап жайып алатын боламыз. Осылай сұйық қып істесеңіздер, өте жұмсақ болып шығады. Осылай біркелкетіп жайып алатын боламын. градуста пісіріп аламын. Ал піскен корждарымызды осындай диаметрмен 24 диаметр қылып аламын. Жан жағының бәрін жинап, осылай қаз бетін сәндегенге қолданамын. Ал міне піскен корждарым. Ал енді біз кремін дайындап алатын боламыз. Осылай сүтімізді құйып, шекерімізді саламыз. Араластырып, енді ұнымызды міндетті түрде електен өткізе отырамыз. Ал енді жақсылап түйіршігі қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Түйіршік қалмау керек. Жақсылап араластырамыз осылай. Ал міне көріп тұрғандарыңыздай. Ал енді бұны баяу отта пісіріп алатын боламыз.
осылай тез араластырып тұруымыз қажет, онда біз асты жабысып қалады. Осылай тоқтатпай қозғап тұрамыз. Міне креміміз дайын болды. Жақсылап тоқтамай міне араластырып кремімізді дайын болды. Ал енді біз бұл кремді ыстықтай жағатын боламыз, сонда тез сіңеді. Міне буы шығып тұр. Осылай барлығының арасына жағып шығатын боламыз. Үй жағдайында сіздер де осы рецептімен жасап көрсеңіздер болады. Оңай әрі тез дайындалатын медовый тортымыз. Барлық шетіне тию керек, осылай барлығын жағып шығамыз. Ал енді соңғысын осылай шет-шетінің бәрін тегістеп, барлық шетіне тегістетіп кремімізді жағып шығамыз. Енді қалған шетіндегі жаңа қождарды блендер немесе өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарап езіп, осылай бетін сәндегісеңіздер болады. Осылай барлық шетіне тегізіп жағып шығатын боламыз. Тез әрі жылдам болатын міне медовый тортымыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер болады. Мен үшін өте маңызды. Менің каналымның дамуына үлес қосқандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Перизат.